орман шаруашылығы мамандары біліктіліктерін арттырады. Ағаштың жаңа түрін өсіруді емес, жасыл экономикаға көшудің қыр-сырлары меңгереді. Астанада орман және аңшылық шаруашылығы комитеті облыстық аумақтық инспекциялар мен мемлекеттік кәсіпорындарының басшылары үшін 2 күндік семинар тренинг ұйымдастырылды. Басты тақырып еліміз жасыл экономикаға көшу үшін қандай бағыттарда жұмыс жасау қажет. Мұндай семинар елімізде осымен 2-ші рет өткізіліп отыр. Тренинг қорытындысы бойынша қатысушылар эко-менеджмент саласындағы білім деңгейін айқындайтын емтихан тапсыратын болады. Біздің мемлекетіміз орманы аз мемлекеттерге жатады. Сол себептен жасыл экономиканы дамыту тек қана мысалға өндіріс саласында ауаға зиян тигізбейтін технология қондыру емес. Біз ең бірінші осы бүгінгі орманымызды, суымызды, балығымызды, жануар, биоразнообразиенің бәрін сақтап қалу.